Бүгін Фейсбуктың парақшамда бір өзімнің ерекше пікірмен бөлісіп едім. Қазақстандағы 28-29 жылда төңкеріс болуы мүмкіндігін айттым. Оған бірнеше себептері бар. Ең алдымен көбісі қаңтарда болған жағдайын неге болғанды әлі түсінбейді екен. Олар осы халық коррупцияға қарсы деп шыққан деп ойлайды. Бірақ мен сол кезде де одан бұрын кейін айттым, ең басты себеп, біз бәріміз соны қабылдауымыз керек, ол олигархтық топтардың арасында разборка болды. Шиеленіс, күресу, ол не үшін? Баяғы ақшамен билік үшін. Одан да төңірек қарасақ, қараңыз, Қазақстанда заң жоқ деп ойлаймын. Бәріңіз білеміз. Сонда олигархтың мысалы капиталына жалғыз бір кепіл, ол тек қана президент. Сол жүйені Назарбаев өзі жасады. Және сол жүйе әлі күнге дейін болып жатыр. Сонда сол басты себеп әлі күнге дейін өзгерген жоқ, одан да жаман болып жатыр. Неге? Өйткені олигархтық топтардың саны көбейді. Енді билік осы күшті емес деп білеміз, және биліктің транзиті болған кезде сол топтардың арасында көрісу болмағанына ешкім кепіл бере алмайды. Мен былай айтып айтайын, қараңыз, олардың арасындағы көрісуге бір зор үлкен маңызы бар. Өйткені билікті алған топ, ол өте көп ақшаны өздеріне, билікпен ақша келеді, сол үшін көрісу өте мүмкін. Ол енді қаңтар неге былай айтып билікті өзгерген жоқ деп қарасақ, соған да кішкене ойласақ, жалғыз бір себеп нерешительность болған. Егер осы билікті алатын топ решительно және тезірек бәрін жасса, қазір бәрі мүлдем басқаша болар еді. Енді келесі рет 28-29 жылдарында осы транзит болғанда осы дәрісті үйреніп не болатыны өздеріңіз ойласаңыз, мені де азамат ретінде шошытатын нәрсе. Осындай пікір, әрине қазір осындай сценарийға мен жалпы бір 30-40% мүмкіндігін бере аламын. Бірақ трендтарға қарасақ, осы 2 жыл, 3 жылдың ішінде өзгере алатын нәрсені, соны тоқтататын шараларды мен көрмей жатырмын. Ал сіздерше сол туралы не ойлайсыздар? Өйткені әрине сондай көтеріліс болса, төңкеріс болса, ол Қазақстанға өте көп зиян алып келуі мүмкін. Мен басқа нәрселерді айтпай қояйын, мысалы осы экономикалық жағдай қандай болып жатқаны, әлеуметтік осы коррупциямен болған қандай сезімдері бар, осы жаңа билік адамдар, төңкерістің адамдары келіп бір грамотный коммуникациямен енді бәрі басқаша дұрыс болғаны, оларды жұрт қабылдамайды, қолдамайды деп ойлайсыздар ма? Соған дайындалып, тез жасса, басқаларды көшелерде, егер осы билікке келген топ тез бәрі істеп өз укрепление жасса, оларды қабылдайтын шығар. Өте алаңдататын нәрсе, әрине. Қазір мүмкін айттым, мүмкіндік төмен шығар. Жалпы өздеріңіздер не сол туралы ойлайсыздар?